Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге осындай ерекше шорпа мантының жасалу жолын көрсететін боламын. Әсіресе диетадағы асқазанына ауыр тағамдар жақпайтын адамдарға ең керемет ас деп ойлаймын. Сорпасы сондай бөлініп, өте дәмді болып шығады. Керекті ингредиенттер төменде көрсетілген. Барлығын осылайша дайындап аламыз. Етімізді де ұсақтап турап алатын боламыз. Бұл жерде менде сиыр еті. Содан кейін дәл сондай көлемде картоплымызды турап аламыз. Барлығын осылайша алдын ала дайындап алғаныңыз дұрыс, жасау барысында ыңғайлы болу үшін. Бұл жерде аскөкті өзіңіздің таңдауыңызға қарай пайдаланбауыңызға болады. Қара бұрыш пен тұзды міндетті түрде қосуыңыз қажет. Және бетін жабу үшін осындай дайын қатпарлы қамыр қажет болады. Бірнеше дайын листтары болады ғой қатпарлы қамырдың, соның екеуі жарайтын болады. Бұл жерде менде 4 кеседе дайындайтын боламын, сол үшін 2 листін пайдаланып жатырмын. Бір листті осылай 2-ге бөліп, кесемнің бетіне жеткілікті болу үшін сәл ғана жайып алатын боламын. Содан кейін кесені үстіне қойып, пышақтың көмегімен кесіп аламын. Баршамызда үйімізде бар шығар, сорпа ішетін сәл үлкендеу кесе болса жарайды. Ешқандай да мантываркаға қойғанда алаңдамаңыз, бүлінбейді, сырылмайды, барлығы жақсы болатын болады, яғни кесеңіз бүлінбейді. Мінекей қамырымызды дайындап, керекті мөлшерде дөңгелек етіп кесіп алдық. Барлық 4-еуінде осылай дайындап алатын боламыз. Мінекей барлық кеселерімді алдын ала дайындап қойып жатырмын. Енді салмасын барлығын араластыруға кірісейік. Ең алдымен сиыр етін салып, таза табамызға, содан кейін картоплымызды, жуамызды қосып, татымына қарай тұз, бұрышымызды салатын боламыз. Міндетті түрде сочны болып шығу үшін 2 ас қасықтай өсімдік майын, подсолнечный майды қосып жібергеніңіз абзалырақ. Бұл жерде шорпа манты деп аталуы кеседе беткі жағы жабық болғандықтан өзі буланып, еттің, картоптың қазір үстіне қызанақ салатын боламыз. Сол кезде барлығының өзінің соғы шығып, сорпасы бөлінетін болады. Сондай керемет болып шығады. Сізде міндетті түрде жасап көріңіз. Мінекей татымына қарай тұзымды қосып жатырмын. Содан кейін қара бұрышымды және одан кейін барлығын жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Және де 4 кесемізге теңдей етіп бөліп саламыз. Достар, егерде сіздермен бөлісіп жатқан видеоларым ұнайтын болса, міндетті түрде лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен кері байланыс мен үшін өте маңызды. Мінекей салмамызды барлығын теңдей етіп 4 кесеге бөліп салып алатын боламын. Содан кейін біздің үйде жолдасым аскөкті көп ұнатпайтын болғандықтан тек қана 2 кесеге ғана аскөк салатын боламын, ал 2 кесеге салмайтын боламын. Және беткі жағына міндетті түрде дөңгелек етіп кесілген қызанағыңызды салуды ұмытпаңыз. Қараңыздаршы, әлі піскен жоқ, бірақ сонда да түрі сондай тәбетті ашады. Мен қандай да тағам болмасын, осылайша әдемі болып жасалғанын жақсы көремін. Осылайша беткі жағына тек қана жай ғана орналастырып шығатын боламыз. Қатты бекітудің қажеті жоқ. Мінекей барлық кесенің үстіне қамырымызды орналастырып шығамыз. Осылайша кеседегі мантыларымызды қайнап тұрған мантываркамызге бар болғаны 50 минутқа қойып алатын боламыз. Сол 50 минуттың ішінде барлығы пісіп, жұмсақ болып шығатын болады. Мінекей мантываркаға орналастырудамын. Содан кейін қазір сәлден кейін пісіп дайын болғанын көрсетемін. Мінекей 50 минутымыз өтті, шорпа мантыларымыз дайын болды. Енді осы мантываркадан алып дастарханыңызға ұсына берсеңіз болады. Қараңыздаршы, сондай сочный болып піскен ғой. Сіздер де жасап көріңіздер.